Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде привязанный фильмі. Соломон анасы Нидиямен бірге орманда өмір сүреді. Бала зағип болып туылды, және сол үшін анасы оны бағыт-бағдар білуге үйретеді. Үйден сырт жерге шыққанда Соломон беліне арқан байлайды. Сол арқылы ол кез келген жағдайда үйге кері қайталады. Дәл қазір Соломон желді тыңдап, шегіртке аулап, банкасына жинап отыр. Осылай бала көзсіз-ақ қоршаған ортамен танысқысы келеді. Нидия үйге оралып, баласын жаттықтыруды шешті. Ол Соломонның беліне жіп байлап, орманға ертіп кетеді. Анасы баласын өз бетінше өмір сүруге дайындап жүр. Екеуі жануарларға қойылған қақпандарға келді. Әр қақпанның жанында консерва банкасы байланған. Бұл арқылы Соломон жақын жерде қақпан бар екенін ести алады. Егерде жануар қақпанға түссе, оны үйге әкеліп бөлшектейді. Сосын олжаның жартысын орманға беруі тиіс. Сол арқылы азық тауып берген үшін орманға алғысын білдіреді. Бұдан бөлек оларда сүт беретін ешкі бар. Осының барлығы оларға дүкенге көптеп бара бермеуге мүмкіндік береді. Бір күні Нидия Соломонды балық аулауға алып барады. Жолда әйел бірдеңеден үрейлене бастады. Тіпті бала да сыртқы ортада бірдеңе дұрыс еместігін сезеді. Бала аң-құстың шулаған дыбысын естімейді. Тіршілік иесі атауының барлығы орманнан жоқ болып кеткендей. Ештеңеге қарамастан Соломон мен анасы өзенге келіп қармақтарын тастайды. Балық ілінетін емес. Соломон жағдайды түзеу үшін құрт табуды шешті. Жерді қазып жүріп, бала шынжыр тауып алады. Шынжыр орман түпкіріне апарады екен. Сол кезде артынан Нидия келіп, Соломон балық аулауға оралады. Үйге келгесін анасы баласына торт әзірлеп береді. Сосын екеуі кішігірім мереке ұйымдастырады. Түнде анасы балаға кітап оқып берді. Сосын барлық тіршілік иесінің мәңгі еместігін түсіндіріп, өлім туралы айтып береді. Балаға бұл тақырып қатты қызық болды. Оны өлгесін не болады деген сұрақ жиі ойландыратын болды. Көп ұзамай Нидия кетуді шешті. Ол кассета таспасына қоштасуын жазып, алда өз бетінше тіршілік етуге керекті мәліметтерін айтады. Ең біріншіден табиғатты сыйлап, олжаның тең жартысын қайтарып отыруға тиіссің. Екіншіден, анасы екеуінің қорыққанда немесе жалғызсырағанда айтатын әнін ұмытпау және әндетіп жүру. Үшіншіден, ешқашан арқанды белден босатпау. Жіпсіз үйден кетуге Нидия қатаң түрде тыйым салды. Соломон осы айтылған ережелерді ұстанып, ары қарай өз бетінше өмір сүре бастады. Арада уақыт өтіп, Соломон жасөспірімге айналады. Қақпандарды тексеріп күнелтуде. Егерде бірдеңе тап болса, әдеттегідей орманмен бөліседі. Күндіз ол отын жарып балық аулайды. Ал кешке анасының қалдырған соңғы сөзін тыңдайды. Оның аздаған консервалары мен дән-дақылдары бар. Әзірше осы да жеткілікті. Бір күні Соломон орманнан біртүрлі шуды естиді. Бұл дыбыс жігітті қатты қорқытты. Ол дыбыстың қай жерден шыққанын анықтамақ болды. Алайда бұнысынан ештеңе шықпады. Үйге оралып, анасының дауысын тыңдап ұйықтап қалды. Түнде белгісіз біреу аулаға кіріп, ешкіні ұрлап кетеді. Соломон оянып кетіп, ешкіге не болғанын білуге шықты. Алайда бәрі кеш. Таңертең ол қақпандарын тексеруге келді. Өкінішке орай қақпанның бәрі бос. Ол демалу үшін жерге жатқан сәтте қарудың атылған дыбысын естиді. Соломон кімнің атқанын білуге бара жатыр. Өзеннен сәл өте бергенде өлген бұғыны табады. Көп ұзамай аңшының өзімен де жолығады. Жігіт әкесінің қанжарын шығарып, жан-жағына сермей бастады. Ол аңшының қолын жарақаттайды. Бірақ аңшы оны ұрып ұйықтатып тастайды. Соломон есіне жиғанда аңшы әлі жанында екен. Оның есімі Хэнк, және ол жақсы адам болып шықты. Ол жігітті үйіне әкеліп, беліндегі жіпті шешеді. Хэнк Соломонға ұсыныс тастады. Жігіт оны үйіне кіргізіп, түнеуге рұқсат берсе, Хэнк рахметі үшін бағанағы бұғыдан кешкі ас жасап береді. Соломон бұл ұсынысқа ештеңе айтқан жоқ. Аңшы болса, оның үнсіздігін келіскенге санады. Хэнк кешкі ас әзірлеуге кірісті, ал үй қожайыны отын жаруда. Жігіттің сыртта жүргенін пайдаланып, Хэнк үйді зерттеуді шешті. Ешқандай арам ойсыз, тек қасындағы адамның кім екенін білу үшін ғана. Ол Нидияның кітаптарын көрді. Кітаптардың арасында әйелдің балаға қалдырып кеткен ережелер жазылған күнделік бар. Соломон үйге келе салып, таспадағы анасының даусын тыңдайды. Кешкі ас дайын. Хэнк жігіттің қиын жағдайда екенін түсініп, көмегін ұсынды. Бірақ Соломон бас тартады. Түнде тағы да аңның ақырған тектес қорқынышты дыбыс естіледі. Хэнк оянып, қаруын алып сыртқа шығады. Соломон қасына келіп, бұл дыбысты өткенде естігенін жеткізеді. Хэнк ұзақ ойланбастан басына фонарик тағып орманға кетеді. Кішкенеден соң аңшы аюдың мәйітін тапты. Сосын ағаштан тырнақ іздерін көреді. Хэнк алыстан белгісіз тіршілік иесін көріп атуды шешті. Алайда әлгі нәрсе бір оқтан құлаған жоқ. Белгісіз тіршілік иесі қаруға қарамастан ұмтылған сәтте Хэнк қашуды шешті. Аңшы бірден оралып, үйдің қауіпсіз екенін түсінеді. Үстелге жайғасқан Хэнк бірден ұйықтап қалады. Соломон келесі күні ерте оянып сарайына кетті. Бұл жерде ол кешегі хайуанды қолға түсіру үшін қақпан құрастыруда. Бәрі дайын, тек шынжыр жетпей тұр.
Соломон оны қайдан табу керектігін біледі. Бала кезінде балық аулап жүріп тапқан шынжыры әлі есінде екен. Хэнк пен Соломон шынжырды алуға кетті. Қолдарына өткір кескіш құралды алды, себебі шынжыр бірдеңеге байлаулы болатын. Жолда олар қақпандардың жанынан өтіп, барлығының бос тұрғандарын көрді. Хэнк шынжырдың бір шетін тауып, екінші шетіне дейін барғысы келді. Алайда екінші жағы апанға апарады екен. Хэнк ақымақ емес, сондықтан апанға түспеді. Керекті шынжырды алып, екеуі қақпанды бітірді. Соломон әдеттегі ережеге сәйкес бұғының қалған жартысын орманға лақтырады. Бұл ісін ол Хэнкке анасы айтқандай түсіндіреді. Хэнк бәрін енді түсінді. Себебі кешегі құбыжықтың мұнда келіп жүрген себебі Соломон лақтырған еттерде. Хэнк Соломонның жібін ұзартып берді. Енді жігіт үйден тағы бірнеше метрге алыстай алады. Ол енді аңшыға әлгі құбыжықты ұстауға көмектесе алады. Жігіт Хэнкке сене бастады, және екеуінің арасында достық пайда болды. Анасы кеткеннен кейін Соломон ешбір адамға сенбейтін, енді сенімді адам пайда болды. Екі дос орманда жүргенде белгісіз тіршілік иесі зағип жігіттің жібінен тартады. Құбыжық көп сүйреген жоқ. Екеуі аман-есен үйге оралды. Хэнк Соломонға Нидияның күнделігін тапқанын жеткізеді. Жігіт оқып беруін өтінді. Аңшы досының өтінішін орындады. Әйел дәптерге күнделікті өмірдегі қиындықтар мен қуаныштарын жазған, және баласын ештеңеге қарамастан жақсы көретінін. Соломонның марқұм әкесі Лукас туралы да азғантай жазбалар бар. Соломон анасы жанында отырғандай жайлылық сезіп, басын досының иығына қойып ұйықтап қала жаздады. Кішкенеден соң Хэнк шынжырдың сурет салынған бетке жетеді, және ары қарай Нидия жан түршіктірерлік нәрселер жазған. Хэнк Соломонның үлкен қауіпте тұрғанын оқыды, және бұны досына айту дұрыс емес деп ойлайды. Аңшы үнсіз қалды. Соломон оған не болғанын сұрап, жалғастыруын өтінеді, алайда досы бас тартты. Соломон ұйықтауға кеткесін Хэнк ары қарай не істеу керектігін ойлады. Ол досын құтқарғысы келеді, себебі күнделікте орманның қауіпті екені жазылған. Хэнк қақпанды алып құбыжықты ұстауды шешті. Қолында қаруы, арқасында сөмкесі бар. Керекті жерге таңға жақын келеді. Хэнк бағанағы апанның аузына қақпанын ұрмақ, және сол сәтте құбыжықтың жақын жерде жүргенін сезеді. Бұл уақытта ұйқысынан оянған Соломон досын іздеп жүр. Үйде жоқ екенін түсінгесін арқанын байлап орманға кетеді. Хэнк оқты алып атуға дайын тұр. Сосын жауын көрмегесін қаруын қойып апанды зерттемек болады. Ол Соломонның үйінен көрген күнделіктің тағы біреуін тапты. Ішіндегі жазбалардың бәрі кешірім сұрау, жалыну, жалбарынудан тұрады. Соңына дейін оқса да ештеңе түсінбейді. Хэнк қақпаны құрды және оны шынжырға байлайды. Кішкенеден соң Хэнк есінен адаса бастады. Біреу оны сырттан аңдып тұрғандай. Соломон үйге оралды. Досы оралғанша кассетасын тыңдайды. Анасының дауысы оған күш пен сенімділік сыйлады. Кішкенеден соң орманнан мылтықтың атылған дыбысы шықты. Жігіт мұны Хэнк атқанын түсініп, оған қарай жүгіреді. Ол досының қиындыққа тап болғанын сезді. Орманда Соломон Хэнктің сөмкесін тапты, және аңшының жақын маңда екенін түсінеді. Соломон Хэнкті тапты. Тек досы өлі екен. Соломон ашуланып айқайлай бастады. Оның жан айқайы әлгі құбыжықты тартады. Сөйтсе, әлгі белгісіз тіршілік иесі анасы екен. Нидия баласына тап берді, алайда қақпанға түскендіктен шынжыр ұстап қалады. Соломон қорқып отыр, және анасы айтқандай әндете бастайды. Нидия әнді естіп тынышталды. Сол кезде Соломон алдында тұрған құбыжықтың анасы екенін түсінеді. Әйел шынжырдан босап шығып, баласын құшақтамақ болып ұмтылады. Бірақ Соломон оның арқасына пышақ сұғып алады. Пышақпен тағы да бірнеше рет ұрып, бала анасын жіберді. Сол кезде Соломонның көздері өзгеріске ұшырайды. Енді оның көздері тура анасының құбыжыққа айналғаннан кейінгі көздеріндей. Достар, осымен видео аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Комментарийге келесіде қандай кино көргіңіз келетінін жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Нурикс каналы. Келесі кездескенше.